Математикашылар 10 сынып алгебра оқулықтағы 1-12, 1-13 беттердің шығарылуын көрсетеді. X таны функциясы үшін m a v нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны жазыңдар дейді. Енді мына жерде функция берілген. Осы функцияның алғашқы функциясын табайық бірінші. Алғашқы функциясын табайық. Енді алғашқы функцияны таппас бұрын мынаны ақша алайын бірінші. X мынау косинус -2 дәрежесінде x-ті 1 бөлінген косинус квадрат x түрінде жазыламын. Енді осылардың алғашқы функциясын табатын болсам, x-тің алғашқы функциясы 1 дәреже болғандықтан 1 қосылған 1 дәреже болады. Ол x квадрат бөлінген 1 қосылған 1 ол 2 болады. Минус 1 бөлінген косинус квадраттың алғашқы функциясы бізде тангенс x. Қосу с. Енді x-тің орнына пи бөлінген 4-ті қоямын. Сонда мына жерде пи бөлінген 4-тің квадраты бөлінген 2 минус тангенс пи бөлінген 4 плюс с тең болады. Енді мына жерден жауап шығу үшін бізде мына жерден плюс қосып жіберсек, бізде жауап шығады пи квадрат бөлінген 32. Енді мына бізде пи квадрат бөлінген 16, оны 2-ге бөлген кезде бөліміне көбейтіледі. Мына пи квадрат бөлінген 32 болады. Оны мына жағына азайтқан кезде 2 жойылып кетеді, мына жағына жойылып кетеді. Сонда мынаның мәні 1-ге тең, сонда бізде с-ның мәні мына жерде 1 болса, минус 1 мына шыққанда плюс 1 болып шығады, с-ның мәні 1-ге тең. Сонымен алғашқы функция бізде x-тан f тең x квадрат бөлінген 2 минус тангенс x қосу 1 деген мындай алғашқы функция шығады екен. Есептің жауабы болып табылады. Келесі екіншісін қарастырайық. Оны да мына жерде 2 көбейтілген не деп жазыламын. Мына жерде жазылайын. x-тан f тең 2 көбейтілген 1 бөлінген синус квадрат x минус x. Енді осы функцияның алғашқы функциясын табайық. Бұл дегеніміз 2 тұра береді. 1 бөлінген синус квадрат x-ның алғашқы функциясы бізде котангенс x минус котангенс x минус 1-ның алдында минус x квадрат бөлінген 2 плюс с. Енді x-ның орнына пи бөлінген 4 қоямын, сонда минус 2 котангенс пи бөлінген 4 минус пи бөлінген 4-тің квадраты бөлінген 2 қосу с тең болады минус пи квадрат бөлінген 32. Мына бізде пи квадрат бөлінген 32 шығады. Мына шындығында мына жағына шыққанда 2 жойылып кетеді. Сонда мынамен жойылып кетеді. Мынаның мәні бізде 1-ге тең, минус 2-ның жағына шыққанда плюс 2 болады. Сонда с-ның мәні 2-ге тең болады. Сонымен есептің жауабы x-тан f тең минус 2 котангенс x минус x квадрат бөлінген 2 қосылған 2. Мына бізде есептің жауабы болып табылады. Үшінші есепте сондай. Оның алғашқы функциясын табамыз. X-тің минус 3 дәрежесі қосу 1. Мына формула бойынша бөлінген минус 3 қосу 1. Плюс косинус x-тің алғашқы функциясы бізде синус x. Қосылған с. Мынаны шаңдап жіберсек, мынау x-тің минус 2 дәрежесі бөлінген минус 2. Қосылған синус x қосу с. Немесе мынаны минус 1 бөлінген 2x квадрат плюс синус x қосу с бөлінген. Енді орнына мәндер қойып. 0-нан 5 пиді бізде пи бөлінген 2 деп жазып кетсек, x-тің орнына пи бөлінген 2-ні қоямыз. Сонда минус 1 бөлінген мына жерде 2 көбейтілген пи бөлінген 2-ның квадраты, сонда пи квадрат бөлінген 4 болады. Плюс синус пи бөлінген 2 қосылған с тең минус 1 бөлінген 2 пи квадрат. Енді мына жерде шамдасақ қысқарады. Пи квадрат бөлінген 2, 1-ді пи квадрат бөлінген 2 бөлетін болсақ, кері сан көбейтіледі. Сонда мына жерде минус 2 бөлінген пи квадрат болады. Плюс синус пи бөлінген 2-дегі мәні бізде 1-ге тең, плюс с тең минус 1 бөлінген 2 пи квадрат. Осыдан с-ны табу үшін минус 1 бөлінген 2 пи квадрат қосам 2 бөлінген пи квадрат азайту 1. Қарай. Ортақ бөлім 2 пи квадрат, мында 2-ден келеді, сонда 4-тен 1 алам 3, сонда 3 бөлінген 2 пи квадрат минус 1. С-ның мәні осы. Енді алғашқы функция бізде x-тан f тең алғашқы функция бізде мына жерде отырғанбыз. Минус 1 бөлінген 2 x квадрат плюс синус x қосылған 3 бөлінген 2 пи квадрат минус 1. Мына бізде есептің жауабы болып табылады. X-тің минус 3 қосылған 1 дәрежесі, 3 қосу 1 минус синустың алғашқы функциясы
минус косинус, сондықтан плюс косинус x плюс болады. Ары қарай мынаны ықшамдасам, x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 қосылған косинус x қосылса орнына мән қойсам, пи-дің 4 дәрежесі бөлінген 4 косинус пи қосылса тең пи квадрат, пи-дің 4 дәрежесі бөлінген 4. Енді мына жерде мына екеуі жойылып кетеді. Косинус пи-дегі мәні бізде минус 1, сондықтан с-ның мәні бізде 1-ге тең болады. Сонда алғашқы функция бізде x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 қосылған косинус x қосылу 1. Мына бізде есептің жауабы болып табылады. Келесі 1-13 есеп. Берілген аралықта x-тің функциясы үшін функцияның алғашқы функциясы бола ма дейді. Мына функция мынаның алғашқы функциясы бола ма дейді. Ол үшін бізде алғашқы функциядан туынды тапсақ, онда берілген функция шығады. Алғашқы функциядан туынды тапсақ, онда берілген функция шығу керек. Олай болса, бізде бірінші беріліп тұрған алғашқы функциядан туынды табайық. Біріншісін қарастырайық. Туынды көбейтіндінің туындысына салам, яғни x-3-дің туындысы көбейтілген мынаның өзі плюс мынаның өзі біріншісінің көбейтілген екіншісінің туындысы болады. Сонда есептесек, бізде x-ның туындысы 1-ге тең, 3-ның туындысы 0-ге тең, сонда мына түгелмен 1-ге тең болып кетеді. Түбір астында x-5 сол күйінде тұрады. Плюс мынау сол күйінде тұра береді, x-3. Мынау бізде туындысы 1 бөлінген 2 түбір астында x-5. Енді бізде мына жерде шыққан мына өрнек, мына екеуі бірдей болып шығу керек. Бізде бірдей болып шығып тұрған жоқ. Олай болса, мынау бізде алғашқы функциясына болмайды. Болмайды. Енді келесі екіншісін тексеріп көрейік. Мына бөлшектің туындысына салам. Бөлшектің туындысы мына бөлімінің квадраты. Алымының туындысы бөлімнің өзі. Минус 2x минус 5-тің өзін жазам, және бөлімінің туындысы 3 плюс 5x-тің туындысы болады. Енді есептейік. Бізде 2x-тің туындысы 2-ге тең, 5-тің туындысы 0-ге тең, сондықтан 2 болады. Мынаны сол күйінде жазып қоямын. Мынаны сол күйінде жазып қоямын. Мынаның туындысы бізде 5-ге теңнің алдынан жазып жіберейін, 5 деп. Бөлімін сол күйінде жазып қоямын. Алымын енді ықшамдап жіберсек, ықшаны ашсақ 6 қосылған 10x минус 10x қосылған 25. Бөлімі сол күйінде жазып қоямын. Бізде мына екеуі жойылып кетеді, мына екеуін қоссам бізде 31 болады. 31 бөлінген 3 қосылған 5x-тің квадраты. Бізде мына жауаппен мына жердегі жауап сәйкес келіп тұр. Олай болса, мына алғашқы функциясы болады. Осымен есебіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.